Қаламызда жаңа шағын аудан бой көтеруде. Орал қаласынан шығатын Орал Атырау Орал Саратов күре жолдарының бойында тұрғызылып жатқан 7 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын өңірімізге белгілі мердігер компаниялар жүргізуде. Аталмыш баспаналардың 3-і 75 пәтерлік болса, қалған 4-і 90 пәтерлік. Аталған 3 үй Орал қаласындағы тұрғын үй кезегінде тұрғандарға, ал қалғаны қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша жас отбасыларға беріледі деп жоспарлануда. Биыл республикалық бюджеттен бұл құрылыс жұмыстарына 1 миллиардтай ақша бөлінді. Сол ақша жыл аяғына шейін толық аяқталады. Осы жасалып жатқан тұрғын үйлердің мына қазір артымызда тұрған 75 пәтерлік тұрғын үй, олар Орал қаласында кезекті тұрғандар арналған үй. Бұл үй 13 жылдың май айына шейін тапсырылады жоспар бойынша. Қалған үйлер күзге шейін 7 үйді 2013 жылы тапсырылуға тиісті біздің жоспарымыз бойынша. Мұндағы үйлердің өзге көп қабатты үйлерден айырмашылығы баспана ноу-хау технологиясымен жылытылатын болады. Мәселен, әр пәтер иелері бөлмелеріндегі жылуды өздері қажетіне қарай қосып ажырата алады. Ол үшін арнайы бұранда да орнатылыпты. Сондай-ақ үйлерге жылу есептегіш құралдар да қойылуда. Қазір деген полдың астында труба жүрген стяжкамен. Полы іргелерінде отапливается. Вот, это ноу-хау. Ну вот многоэтажном строительстве именно біздерде мына Уралда бірінші мына үй сондай. Енді последующий үйдер сондай болады ғой, но это бірінші үй, мен 40 жыл уже стройкада істеп жүрмін, соның бірінші раз осылай істеп жатқан ноу-хау ол деген. Жаңа шағын ауданда әлі де көп қабатты тұрғын үйлер бой көтермек. Қазіргі таңда 4-9 қабатты және 1-5 қабатты үйдің жобалық сметалық құжаттары жасақталуда. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.